Ол мені қараңғы түнде қала сыртында біз ерлан екеуміздің жүргенімізге 3 айдай уақыт болған еді. Мен онымен құрбымның туған күнінде таныстым. Сымбатты жігіт қайта-қайта қарап қояды. Туған күні аяқталған соң Ерлан бізді шығарып салмаққа ниеттеніп еді. Бірақ ағам өзі алып кететінін айтты. Ағам охранада істейтін. Сол күні оның демалысымен сәйкес келіп, кештен кейін мені алып кетті. Ерланды іштей ұнатушылық болғанмен ашық әңгімеге түсіп менімен таныса қоймаған еді. Туған күнге әдемі болып ерекше дайындықпен келгенмін. Тағы бар, үйге келген соң ол менің ойымнан шықпай қойды. Ерекше күлкісі, жүріс-тұрысы, сағатына қарап галстугін дұрыстағаны, ең естен кетпейтіні, кірпіктерінің астынан ұрлана қарағаны, жастықтың құшақтай күйі тәтті ұйқыға қиялымен бірге батып кете бардым. Таңертең қоңырау үні бұзды. Ұйқылы ояу трубканы алдым. Арғы жақтан қайырлы таң, тәтті қыз деген таныс даусы. Еш нәрсеге түсінбегені басым, тәтті қызға әлі таң ата қоймады дедім де телефонды сөндірдім. Әдетте бейтаныс нөмірлерге жауап бермеуші едім. Ұйқым шайдай ашылып тұрып кеттім. Сабақ, аудитория, ұшу университетіне қабырғасы, қыздарымыздың әңгімесі, кешегі Арайдың туған күніндегі сұңғақ бойлы жігітті ие дәл өзі түні бойы ойымнан кетпей шыққаны, ұнатқан мен ғана емесімді сезген едім. Бірге тұратын Зерде есімді құрбым да, вау, мінген көлігін айтса-ай, анау-мынау жігіт емес сияқты ғой деп менің қызғанышымды тудыра түсті. Ту, қыздар, қойыңыздаршы. Басымыз қосылса жігіт жайлы айтып шығады екенсіңдер. Зерде, сен де доғар жігітің бар емес пе? Не бар саған деп ашулана түстім. Менің жігітім ол сияқты сымбатты крутой жігіт емес қой. Оның үстіне бірнеше күн болды. Жігітімен арамыз дұрыс болмай жүр деген сөз жыныма жақпай, сырттай білдірмесем де іштей тырысып қалдым. Сабақты аяқтап үйге келдім. Ағылшынша беретін оқытушының тапсырмасын аударып әлекпін. Басымда қатып кетті. WhatsApp желісіне SMS келді. Қарасам бейтаныс номері. Сәлем деген SMS. Көрдім SMS-ті, ашпай жаба салдым. 5 минут өткен соң тағы SMS. Ұйқыдағы тәтті қызға таң атты ма деп, таң атқан былай тұрсын, кеш батты деп жауап қайтардым. Ауадағы суретін ашып қарасам, уф, жүрегім, бұл әлгі жігіт, кешегі кештің хитмені, қыздардың аузын толтырған тақырып болған жігіт маған жазылып тұр. Дәл болмағанда менімен танысуға әрекет жасамағандығы үшін ұмыта жаздаған едім. Мен өзінің сабақ дайындап жатқандағы жайлы айттым. Әңгімелесе келе ол маған тапсырмаңды орындауға көмектесетінін айтты. Мен де қарсылық танытпадым. Аударма жасауға тиісті болған тақырыпты суретке түсірдім де оған жібердім. Жарты сағаттан соң жауап келді. О, жақсы болды ғой деп қуанып кеттім. Зерде де сол сабақты даярлап отырған, бірақ оған айта қоймадым. Іштей қызғаныш та болды. Ертесі сабақ басталып кетті. Кезіндегі очки мұрнына түсіп тұратын қара толықша келген ағылшын мұғалімнің сабағы. Кім аударды мен берген тексті деп деді. Ортада қол көтеріп мен деп айқайладым. Қиындау, ұзақ тақырып. Басқа пәндерден озат болсам да, инглиз сабағынан үздіктердің қатарына бой көрсете бермеппін. Группаластарым білетін арнайы ағылшын курс тамамдаған Әлия мен Айнұр да сабақ айтуға оқтала қоймаған еді. Маған тақырып қарады. Сұңғақ бойлы жігіттің дайындап берген тапсырмасын ұстап алып мәзмін. Дайын асқа тік қасық болғанмен жұмысым жоқ. Сабақ соңында оқытушының жақсы комплименті де әлгі жігітке дегенім ойымды да әрі жоғарылауында себептің бір болды. Үйге келісімен оған рахметімді білдіріп SMS жазуға тоқтадым. Бір ойым хабарласып айтсам ба деп те ойландым. Сондағысы кешегі көмегі сылтаулатып хабарласып, жақынырақ әңгімеге таратуды да көздеп тұрғаным сол еді. Телефон шылтылдыры ойымды тез жинақтатты. Қарасам әлгі жігіт. Номері сохранить етілмесе де жүрегіме сақталуы
Телефонды бірден алмай сәл кешіктіріп жауап бердім. Сондығысы өзін асыға күткенімді сездіріп қоймау. Трубканы алдым. Тәтті қыз, сәлеметсіз бе, қалайсыз? Деп басталды. Сондай мәдениетті, бүгінгі күнімнің қалай өткенін өзім жайлы айтып беруімді оқу орныма, ауылыма жайлы бәрін сұрап алды. Соңында мен ұятта болса да сұрайын деп едім. Иә, сұраңыз деп тыңдап тұрғанын білдірді. Кешіріңіз, мен сіздің есіміңізді есімде сақтамаппын дегенімді бірден түсіне қойып, күліп жіберді де, Ерлан, менің есіміме Ерлан дейді. Аны-мынаны айтып, Ерлан екеуміз біраз нәрсені талқылап тастады. Көп ойымыз бірге шығып жатты. Әңгімеміздің тоқтауына ертеңгі сабаққа дайындалу керектігім ғана кедергі болды. Оған қайырлы түн тілеп трубканы қойдым. Таңертесі сабақ басталып кетті. Сабақтан шыққан соң әдеттегіше университетті жағалай қыздармен сыртқа шығып келе жатқанымда сол еді. Жанерке деген дауыс назарымызды бұрғызды. Дәл алдымда ақ көлігін сүйеніп, қолына гүл шоғын ұстаған галстуктегі сыйқия киінген жігіт аяғын айқастырған күйі маған қарап тұр. Жаймен басып маған келіп қолын созды. Амандасуға қолым әрең барып дірілдеп тұрмын. Қолындағы гүлі маған арналған бе екен деген үміт легі жоқ емес. Гүл шоғын ұсынды. Иә, қателеспеппін, маған екен. Көңілім көтеріліп қалды. Қыздар аң-таң, әсіресе Зерде. Іштей өзімде қысылып қалдым. Құрбыма Ерланмен араласып жүргенімді айтпағаныма, сәлем қыздар. Рұқсат болса, Жанеркені орталарыңыздан ала кетсем, бүгін оның менімен қайтуына рұқсат бересіздер ме деді де қолымнан ұстай алды. Қыздарға сау бол айтып, көлікке отырып кеттім. Ал Зерде үн-түнсіз қараған күйі еш нәрсе деместен бұрылып кете қалды. Түсініксіз жайға болды ма, Ерлан екеуміз уақыт көңілді өткізді. Қымбат ресторандардың біріне алып барды. Өзі әңгімешіл, кез келген тақырыпта жақсы сөйлеседі. Былайша айтқанда ашық, жарқын жігіт екен. Біраз ойналған соң үйге қайттық. Себебі бүгін ағамның үйінде болатын күн. Ол өте қызғаныштау және үнемі әр нәрседен мені тиіп отыратын. Ағам келмей ерте жету болды. Ерлан мені подъездің алдына дейін шығарып салып тұрып, байқатпастан ернімнен сүйіп алды да, қайырлы түн тәтті қыз деді де бұрылып кетті. Бетім қып-қызыл болған күйі кезі қарауытым жүрек соғысы жиілей түсті. О, Құдайым, бұл менің алғаш рет сүйісуім. Мең-зең күйге үйге кірдім. Зерде үйде сабақ даярлап отыр. Келгеніме мен де мән де бермей жатқан ол жоқ. Денем бір ырсып, бір суығып, күй бөлмеме кіріп кеттім. Ерніңіз неткен тәтті еді деген есіміз келіп, одан сайын бетімді қызартып түсті. Ұяттан кірерге жер таппай тұрмын. Осылай тәтті ұйқыға шомып кеттім. Арадан уақыт өте берді. Ерлан екеуміз жиі кездесіп, көп уақытымыз бірге өте бастады. Зерде болса бұрынғыдай емес, себебі сұрап едім, аузын ашып ештеңе де қоймады. Бара айтары, сен сол жігітті айта бересің, бізге көңіл бөлмейсің дегеніне аса алмады. Сентябрьдің 24-і Ерлан маған жүруге ұсыныс жасады. Бір апта ойланып, бірінші күні мен оған келісім бердім. Ол күнде менің сабақтан соң алып кететін күнде қаланың тамаша жерлерін аралайтынбыз. Құрбыларымның арасында Ақбоз Тояталы Ханзада атанып кеткелі қашан. Ол жұмыс бабымен командировкаға кетіп жүретін. Мен оған тез бауыр басып кеттім. Бір күні ол үйіне қонаққа шақырды. Тұрмысқа шыққан соң баратын үйім ғой деген оймен баруға келістім. Қанша жерден оған сенсем де үйіне барар жүрегім қатты соғып бір нәрсе болардай уайымдадым. Үйіне барып тұрып қайтып кетуді де ойладым. Ол сенің жігітің ғой, кішкентай қызға ұқсамаш деді өзіме қайрап қоям. Ол үйге кірісімен шай қоя бастады. Сондай жайлы, өте әдемі екен үйі. Жігіт болса да ұқыпты, жинақы тұрады. Күйіне көріп біраз ары-бері әңгіме айтылды. Ұйқысы келіп жатуға ыңғайландық. Ол менің өзінің қасына жатуымды сұрады. Ыңғайсыздансам да қиылып
болмады. Үн-түнсіз жайғастық. Свет сөнген соң оның құшақтағанның өзіне үрейлене бастадым. Басы жастыққа тиісімен қалың ұйқыға кетті. Ал мен болсам таң атқанша ұйықтамай бір нәрсе болып қалардай мазам қашып жаттым. Осындайда таң да атпай кетеді. Таңертең оны ұйқыдан ояттым да университетке жол тарттық. Зердемен оқуда жолықтық. Оның көлігінен түскенімді көрген ол түнімен қайда болғанымды сұрап тыңқақтап қоймады. Оның үйіне болдық дедім. Ал аң-таңмен бір нәрсе бүлдіргендей үрей көзбен қарайды. Араларында не болды деген сыңаймен, онымен бірге жаттың ба, оңаш бір үйге қалай қонып жүрсің деген секілді сауалдарды қоя бастады. Зерде, қойшы, бәрі сен ойлағандай емес. Ол ондай жігіт емес. Әсерлемеші. Біз бар болғаны бір диванда ұйықтадық. Артық еш нәрсе емес дедім де аудиторияға кіріп кеттім. Біздің Ерлан екеуміздің жүргенімізге 2 айдай асты. Кәдімгідей үйренісіп қалыптық. Күнде болмаса да күні ары жолығып тұрамыз. Бір күні ол мені қалайтынын айта бастады. Ашық айтсам да астарлап жеткізетін. Мені сынап жатқан шығар деген ой мен сөзін шынайы қабылдамай ойынға айналдыра салатынмын. Ол мені құшақтап аймалай бастаса құшақтасып бетіне қоқпайлап беретінмін. Кішкентай қыз ұқсамаш, бәрібір болатын нәрсе ғой. Неге тартыншақтай бересің деген сөздерді де ойландырып тастайтын. Bir күні ол өзінің жұмысы бабымен ұзақ уақытқа өзге қалаға барып келетінін айтып, бүгінше өзінің үйінде қалуын өтінеді. Мен де келістім. Алдыңғыдай емес, бұл жолы үйреншікті секілді еш нәрседен қымсына қоймадым. Ерланға да бауыр басып қалғалы біраз. Ол үйіне кірісімен есікті құлыптап кілтті қалтасына салып алды. Жаймен құшақтап сүйе бастағаны сол еді. Ол да қоя салмады. Бас салып қысып құшақтағандай күйе жібермеді. Мен де қарсылық көрсетпедім. Құшақтасып диванда біраз жаттық. Bir кезде ол жаймен түймелерін ағытуға көшті. Доғаруын талап еткенімен оны тоқтата алмадым. Қанша қарсылық білдірсем де оған шамам жетпеді. Мен қазір айқайлаймын дедім. Ол болса айқайлағаннан түк шықпайды. Бұл жақта екеумізден басқа ешкім жоқ. Қойсайшы енді, қарсыласа бермей, бәрін бір болатын нәрсе ғой деген сөздерді одан кейін үрейлендіре түсті. Оның бұл әрекеті жай сүйісу емес екенін ұқтым. Екі көзім жасқа толған күйі доғар деп айқайладым да оны итеріп жібердім. Қалтасындағы кілтті алып үлгеріп, есікке жеткенше ол келіп үлгерді. Айна алдындағы қайшыны кезеніп, бір қолымен есікті ашуға тырыстым. Қолындағыны таста дегені қарамастан есікті аштым да қашып шықтым. Ол да артымнан жүгірді. Жол жағалап жүгіріп келем. Қырсыққанда такси де көзге көрінбеді. Жүгіріп шаршады ма, әлде қуғаннан пайда жоғын түсінді ме, ол да қайта жүгірмеді. Мен қараңғы түнде адасып қалдым. Жаяулатып жүріп жол жүргенде кішкене дөңгөшекке көзім түсті. Барып ем ашық болып шықты. Сол жердің қожайыны бұндай уақытта не істеп жүргенімді сұрады. Арадағы әңгімені айтуға арланып, адасып қалдым деп қысқа қайырдым. Ол бұл жерде қалаға алыс екенін, осында бүгінше түнеп шық, азындай күйеуінің затқа қалаға баратынын айтты. Келіспеске ылажым жоқ. Таң ату қиын соқты. Түні бойы жылап шықты. Мен сүйген жаның, мен сөнген адам мені осынша қиянат көрем деп ойламадым. Ол мені зорламақшы болды. Есік ашылмағанда не болар еді? Өмір бойы бетіме таңба болар еді деп. Маған қалада қызымыз грантқа оқиды. Үздік студент деп сеніп отырған ата-анамның бетіне қалай қараймын? Мен үшін күндіз түні қалаға келіп жұмыс істеп жүрген ағама не деймін? Артымнан ерген сіңлім де бой жетіп келеді. Әпкей, өскенде сіз секілді боламын деген сөздеріне бала көңіліме қиянат жасауға мені қалай ғана дәтім барады. Иә, бұл менің тағдырым. Адам қанша жерден сүйсе де сенім де қатты артудың қажетті еместігін кеш те болса да ұғындым. Көп қыздар нәпсіне ерік беріп, тырнағын тістеп қалады. Ақ некеден аттамағанша ата үмітін қыла түсірмей, сенімен сөйлетпеу үшін қыз ертеңіне ойлау керек. Менің басымда бұл нәрсе үлкен сабақ болды. Ал Ерланға келер болсақ, бұл оқиғаны кейін із-түзсіз хабар алмады.
Содан бері қаншама жыл өтті. Бұл менің балғын кезімдегі өкінішім. Ал қазір тұрмыстамын. Үш әдемі балапандардың анасы, аяулы жармын. Жолдасым да алыс адам емес. Әкемнің жан досы болған кісінің баласы. Мені бірден сырға салып әкеткен. Тойымызда дүркіретіп өткен болатын. Қазір бақыттымын. Нәпсінің жетегіне еріп, қателікке бой бергенде мен осындай бақытты жанұя құра алар ма едім? Қазіргі жас қыздар да сезімнің жетегінде кетпей ойланса, менің өмірімнен сабақ алса екен деймін. Міне, құрметті көрермендер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.